ұлты қандай болады деп ойлайсыз? Болса қазақ ұлты болсын. Қазақ қызын аласыз, иә? Қазақ қызы жақсы, оның андай үй шаруашылығына жақсы. Қазақ қыздары өздері ұнайды. Әкесі қазір қайда? Әкем ба? Я его даже имя не знаю. Сколько лет не знаю, лицо не знаю. Отчимның да көмегі бар, ол бізге. Кешір деп айтса? Кешірілмейтін зат қой. Сіз заказ беруге дайынсыз ба? Ассалаумалейкум. Уалейкум. Второйға қурдақ баранина бар, кебаб бар. Заправка керек жоқ па? Майонез, масло или жай нарезка қылып істеп беремін? Просто нарезка қылып жазып бересің. Аха. Жақсы. Қазір 5-10 минутта дайын болады заказыңыз. Еліміздің болашағы білімді, ақылды жастардың қолында. Ол бәріне белгілі. Бүгін біздің кейіпкеріміз осындай жастардың бірі Андрей Кригер. Өзі 18 жаста, қазақ тілінде судай, ендіше бірге танысайық. Андрей, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сіз осында жұмыс істеп жүрсіз ғой, иә? Иә, жұмыс істеп дегенде подработка ғана қой. 16 жастан бері былай подработка ретінде андай ақшалай керек болады ғой, енді колледжде жүргенден. Сол. Қазақша өте жақсы, еркін сөйлейсіз. Қашан меңгердіңіз? Осы 6-7 жасымда мектепке барғам. Сол жақтан бері сол үйреніп, меңгеріп отырмын. Сіз бірінші сыныптан бастап қазақ тілінде білім алдасыз, иә? Иә. Қандай қиыншылықтарға тап болдыңыз? Қиыншылық дегенде қиыншылық аса көп болған жоқ. Қазақ халқы өте ойымшыл халық қой. Содан олармен тез тіл тауып, сол қазақ тілін үйреніп, әзірше сөйлеп келе жатырмын. Сіз қазір лингва колледжінде білім алдасыз, иә? Иә, сол ағылшын үйреніп жүрмін әзірше. Ағылшын тілі сізге қалай болып жатыр негізі? Қазақ тілінен қарағанда ол маған қатты тез меңгере алмай отырмын да, қиын болып тұр. Сол қазақ тілін тез үйрендім да, сол ағылшын үйрен келе жатырмын әлі де. Әлі уақыт бар ғой? Иә, болашақта үйренем деп отырмын. Болашақта қандай жоспарыңыз бар? Қарағандыда қаласыз ба, әлде басқа жоспарыңыз бар? Оны әзірше ойламадым. Қазір колледж бітіріп, енді сосын өз борышымды әскерге кетем, өз борышымды аттауға. Сол әскерден келіп көре жатармын сол алады. Ал негізі арманыңыз қандай? Арман сол. Арман дегенде өз болады ғой. Отбасы андай жұмысқа тұрып, өзі көтермелеп келіп сол. Бірақ өзіңді Қарағандыда көресіз бе әлде басқа қалада, үлкен қалада ма? Жақсы қала бар, Қарағандыда қалып, осы ауылда да қала салған жақсы. Ауыл керемет қой. Ауылдың өмірі ұнай ма, әлде қаладағы өмір? Ауылдың өмірі жақсы ғой, қаламен қарағанда. Болашақта, Құдай қаласа, енді әйеліңіз болады ғой. Иә. Ұлты қандай болады деп ойлайсыз? Болса қазақ ұлты болса жақсы. Қазақ қызын аласыз, иә? Иә. Қазақ қызы жақсы, оның андай үй шаруашылығына жақсы. Қазақ қыздары өздері ұнайды. Славяндар ұнамай ма? Бұлай қатты аса ұнамайды. Сізге шабыт беруші кім? Маған шабыт беруші өзі, ол кісі қазір бізбен жоқ, бірақ ол менің өміріме деген, былай айтқанда өміріме деген өте қатты ықпал етті. Аты Гүлнар Төлеевна болады. Ол қазір бізбен жоқ, коронавирус кезінде о дүниеге аттанып кеткен. Ол деген мен қазақ тілі үйренсін деп қазақ мектебіне жіберген. Оған мұнда бір рахмет айтам. Ол кісі болмаса, енді қазір бұлай отырып сөйлесе алмаушы едім қазақ тілінде. Достарыңыз көп пе? Достар көп дегенде қазір жоқ, көп емес. Бір жақын дегенде бір 5-6 достарым бар шығар.
бала кезден жүріп жүрген, колледжда танысқан балдар. Солай. Ал достардың ішінде орыстар бар ма? Орыстар, немістер деген сияқты. Бала кезден сөйлесіп жүретін бір-екі ғана бала ғана, қалған қазақ балдары, басқа жоқ. 90% қазақтар, иә? Иә, бойда 99%. Ортасы қазақ қой. Иә. Көбінесе қазақ балдармен сөйлесемін. Әртүрлі адамдар келеді. Сізді қалай қабылдайды? Басында келеді да, мен түріме қарап орыс дейді да, содан сосын орысша сөйлеп бастайды, мен де сөйлеймін, сосын ар жақтан енді тәтелер бар ғой, қазақша сөйлейтін повар тәтелеріміз. Солармен қазақша сөйлегенді естіп, олар таңғалып қалады басында, сосын уже былай келіп жүреді да, уже таңғалмайды. Енді постоянный клиенттеріміз бар, олар келеді, уже қазақша сөйлеп бастай береді, қалайсың деп, бізге как всегда деп, уже таңғалмайды. Жаңадан келген клиенттер, олар таңғалып, енді мақтайды, анау-мынау. Қызықты сәттер болды ма? Иә, болды. Қандай? Колледжға бара жатқанымда, енді автобуста келе бара жаттым, қалаға деген жол алыс, солай бара жаттым. Қазақ кондуктор болды. Ол кезде енді брат, передай за проезд дейді, мен хорошо дедім, сосын бердім ол кісіге, сосын сдача қайтару керек болды. Ол сосын келеді қасыма, қанша қайтару керек деп орысша сұрайды, сколько тебе надо было дать. Мен айтам, қазақша ол маған бүйтіп қарап тұрады да, таңға қалады, сен қазақша біледі екенсің ғой дейді. Мен саған орысшамды жеткізе алмай отырсам дейді. Сосын күлдік екеуміз отырып автобуста. Ол айтады, орысша қиналып саған айтып отырсам, сен қазақша біледі екенсің ғой дейді. Солай. Көп жағдайлар болды, солай. Олар орысша әзер жеткізіп отырса, мен қазақша сөйлегеннен сосын таңғалып күлеміз бірге. Қай жақтың тумасысыз? Қарағанды облысы, Абай ауданы, сол Тапар кентінде туылғам. Ата-аналар? Ата-анам, олар Есенгел жақтан туылған, олар өзі сол жақта өсіп келген. Қазір Ялтада тұрасыздар? Иә. Әкесі қазір қайда? Я его даже имя не знаю. Сколько лет не знаю, лицо не знаю. Өсірген, басында біз Құлайверде тұрғанда 6 жасыма дейін, 5 жасыма дейін мама екеуміз ғана тұрдық өз үйімізде. Сосын осы жаққа мамам жұмыс істеуге келгенде, осы жақта отчиммен танысқан. Отчимнің да көмегі бар, ол бізге кәдімгідей туған әкесі сияқты ғой? Туған әкем сияқты болып кетті. Былай дегенде мен оны әкем деп айтаймын. Жоқ, былай әкем сияқты ғой өзі. Бірақ туған әкеңізді білмейсіз, е? Жоқ, білмеймін. Баш. Танысқым да келмейді. Келмей ма? Ал қазір мысалы келсе? Еш нәрсе демеймін. Заказ салса, алады, отырады, тамақ ішеді, кетеді, болды. Кешір деп айтса? Кешірілмейтін зат қой. Қанша қиыншылық көріп, бірде-бір рет көмектеспегені. Әкем қайтып, анамның жылағаны, әкесіз ол, шатырсыз үй секілді.